Дәулетиярқызы, Қарағанды облысы, Шет ауданының Жамбыл Ақылбай атындағы мектеп гимназиясының қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. Сәлем достар, үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Мұғалімдердің кәсіби байқауларының көбісінде сабағынан үзінді немесе 45 минуты толық сұралады. Алдарыңызда үздік педагог 2021 конкурсына ұсынылған сабақ. Армысыздар, игі жақсыларым. Бір жыл бұрынғы өмірім. Қандай едің? Пандемиясыз өмірім. Еркін тыныстаған, қауіпсіз дидарласқан, қорықпай құшақтасқан, күдіксіз қол алысқан. Дегенмен, пандемия дегенне көндірді, айтқанымен жүргізді. Төрелігін шешіп қойды білімнің де. Қашықтықтан оқып келеміз. Қашықтыққа ғашық болып та қалдық. Мәжбүрміз. Басында мәселе у шықты, шу шықты, одан бәрібір не шықты? Артынша дау ықты. Білек сабана кірістік білім саласына себебі. Мантия киіп монтиып отырмай, балашақтан болашаққа бағытталған, көбіміздің санамызда сайрап тұрған, тоқытып тұрып оқуды қалап тұрған, тақырып қозғалмақ бүгінгі сабақта. Қайда? Зумда. Балалар, сіздердің алдарыңызда дыбыстар шашылған кесте тұр. Әріптерге енді көлденеңнен оқисыздар ма, тігінен оқисыздар ма? Оңнан солға қарай, солдан оңға қарай оқисыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың кілт сөздері берілген. Тауып көрсеңіздер, кім аңғарымпаз, кім байқампаз екен? Айтыс, өнер, Жақсы. Дәстүр. Жақсы, ал көрейік. Шын мәнінде де сіздер дұрыс анықтадыңыздар ма? Айтыс айтылды, өнер айтылды, айнұр айтылды, біржан айтылды, дидар айтылды, сөз және дәстүр. Дұрыс айтасыңдар. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы инабат. Қандай деп ойлайсың? Айтыс жайлы. Дұрыс. Айтыс қазақтың төл өнері, дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабақта сіздер тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінесіңдер, детальді ақпараттарды анықтайсыздар. Тірек сөздер мен автор көзқарасы мен көңіл күй арқылы негізгі ойды айқындайсыздар. Бүгінгі сабағымыз 4 сатыдан тұрады. Оқушы сатысы, алгоритмдік саты, эвристикалық саты және шығармашылық саты. Осы әр сатыда сіздерге мен тапсырма беріп отырамын, соны орындауға тырысу керексіздер. Ендеше экранға назар аударайық. Айтыс ертеден келе жатқан қазақ әдебиетінің үлкен саласы. Айтыс көркем сөзбен жарысу дегенді білдіретін поэзияның күрделі жанры. Айтыстың ерекшелігі болған оқиға шындық өткір тілмен айтылады. Айтыс нағыз ақындық өнер, суырып салма өнер. Ол көркем ой мен әдеби тілдің ғасырлық даму жолын көрсетеді. Жақсы балалар, сонымен айтыс дегеніміз не болды? Кім айта алады? Сөз жарысы, ой додасы. Айтыс дегеніміз ол әдебиеттің сөз жарысы. Тамаша, инабат қандай ой қосасыз? Айтыс дегеніміз ол халық ауыз әдебиетінің ерекше түрі әрі поэзиялық жанр. Тамаша, Бауыржан қандай ой қосасыз? Айтыста айтыскерлер бір-бірімен сөз жарысады, ой бөліседі. Сіздерге қосарым, айтыс ол синкретті өнер. Естулерің бар ма? Синкретті деген ол қандай термин? Естулеріңіз бар ма, жоқ па? Жоқ. Ендеше мен түсіндірейін. Синкретті дегеніміз ол айтысқаттан ерекшелік. Синкретті өнер дегеніміз бірнеше өнер бір арнада тоғысады. Яғни айтыста ақын өлең шығара ма? Шығарады. Домбырада тарта ма? Тартады. Әуен айтады ғой, музыка. Ән орындайды ғой? Орындайды. Неше өнер бір арнада тоғысып тұр? 3 өнер. Оның ақындығы бар, суырып салмалығы. Тәклетте саяқтың екінші ұшын тілге тиек етпекпін.
Білім қымбат, білу қиын. Дегенмен қиындық жолында білгенге оңай, білмеске қап-қараңғы тоғай болып көрінетін технология көрсетілмек. Қазір бұрынғыдай парта жылжытып емес, кнопка жылжытып топқа бөлінеміз. Мұғалімге берілетін құзыреттілік осында. Оқушыларды топқа бөле алады, біріктіре алады, тыңдайды, бағыттайды. Ең басы әр топқа, қонаққа кіре алады. Ал екі топ бірін-бірі естімейді, алайда өзара топ ішінде тамаша қып тұрып ой естелейді. Жаңбыр тақтасында тамаша пайдалануға болады. Ендеше тақта не дейді? Бірге тамашалайық. Ендеше қазір біз әдеттегідей топқа бөлінеміз. Топқа бөлінуді білеміз ғой? Сіздерде жаңбыр бағдарламасы бар болу керек. Ендеше қазір мен сіздерді топқа бөлейін. Сіздерге берілетін тапсырма қандай екен? Әнеке Ақбота оқи қойшы, не деп тұр? Нағыз айтыскердің бойында қандай қасиеттер болу керек? Жақсы, қалай жауап береміз оған? Қандай формуламен? Попс формуласы арқылы. Попс формуласы арқылы. Попс арқылы. Жақсы, кімнің ойында попс формуласы? Бірінші сөз қалай еді? Менің ойымша. Тамаша, екінші сөз? Себебі менің ойымша. Мысалы, сондықтан бәрекелді балалар. Ендеше мен мынау экранды жаба берейін. Сіздер білесіздер ғой тапсырманы, иә? Енді мен сіздерді топқа бөле қояйын. Сіздерге мен сілтеме саламын, сол сілтеме арқылы жаңбыртқа кіресіздер, білесіздер ғой? Иә. Компьютер автоматты түрде сіздерді бөліп тұр, ал қабылдаңыздар. Сәлем балалар, мен сіздердің топтарыңа бағыт-бағдар беру үшін келіп тұрмын. Сіздер байқаған шығарсыздар, иә? Чатқа мен сіздерге сілтеме салдым, сол сілтемеге кіріп, жаңбыртта жұмыс жасайсыздар. Өздеріңіз талқылай берсеңіздер болады. Менің ойымша, әрбір айтыскердің бойында дарындылық пен шапшаңдылық қасиеті болу керек. Айтыс ақынның бойында сөзге шеберлік, яғни шешендігі болу. Суырып салмам қасиетпен. Балалар, сәлем. Мен екінші топқа келдім. Қасиетпен өлең шығару керек. Балалар, сәлем. Шығарып. Видеомызды қосып отырайық. Сіздерге жаңбыртпен қалай жұмыс істеу екенін білесіздер ғой, көрсетейін бе? Мінеке, сіздер әрқайсыларыңыз өз ойларыңызды жазуларыңызға болады. Білесіздер, иә, әлі жазбапсыздар ғой, жаза бастаңыздар. Әсіресе маған ұнайтын оңтайлысы, мына жерде стикер тұр. Мінеке, сол стикерге ойларыңызды жаза берулеріңізге болады. Білесіздер ғой сіздер ол туралы. Жақсы, ой бөлісе беріңіздер, мен сіздерге кедергі жасамайын. Маған назар аудармаңыздар. Сонда себебі айтыскердің суырып қасиетпен өлең шығару керек. Енді мысалына. Саяжан, сіздер біртіндеп топтан шығып жатсыздар. Ал жауаптарыңыз дайын деп ойлаймын. Кім оқиды? Кім оқиды? Бауыржан оқи ғой. Оқи ғой, Бауыржан. Біздің ойымызша нағыз ақынның бойында ұлтқа деген жанашырлық болу керек. Себебі олар қазақтың жүгін арқалайды, сөздеріне тиек етеді. Инабат қандай ой қосасыз топтың атынан? Жазғандарыңызды айта ғой. Мысалы, айтыста ақын айтыс кезінде ақында суытсамалық қасиет болу керек. Себебі ақындарды сөйлеу үшін көптеген жұмбақтарды қолдана отырып, өлеңдерді уақытымен шығара алу керек. Себебі келесі айтыскер жауабын тұрады. Тағы да менің алып қосарым бар. Айтыскерлер айтқанда өзінің қарама қарсы отырған, яғни айтатын адамның жақсылықтарын да, кемшін тұстарын да біліп отырғаны абзал. Себебі тосыннан сұрақ көп қалған кезде өзін қорғау мақсатында айта алатындай дүниесі, ақпараты болу керек. Сонымен қатар ең басты жаңа Бауыржан тобы өте жақсы ескеріп айтты. Олар ұлт жанашыры, иә? Жақсы? Кімде қандай сұрақ бар? Менің ойым, біз оқи берейік. Оқи ғой. Менің ойымша айтыс ақынның бойында сөзге шеберлік, яғни Неге видеоңызды қоспай отырсыз?
Менікі қосылмайды. Қосылмай тұр, иә? Өте жақсы, бірақ видеоңыз қосылмаса да сондай белсендісіз және ойыңыз, пікіріңіз құнды. Бүгін мен ерекше алғысымды білдіремін Бауыржанға, осы тапсырманы жақсы орындады, Инабат жақсы жеткізді және Ақбота, иә? Аружан, иә? Аружан. Және топ мүшелері өте белсенді болдыңыздар. Қай-қайсыларыңыз болмаса да, Ақбота да, Саяжан да, Назар да, мен сіздердің дауыстарыңызды жеке топқа кірген кезде байқаған болатынмын. Ендеше экранға әрі қарай назар аударайық. Келесі тапсырманы орындауымыз керек. Сіздер экранға назар аударайық және сұраққа жауап беруге тырысайық. Ал кім екен? Дидар Камил, айтыскер. Айтыскер Шетаудан тумасы. Шетаудан тумасы, өзіміздің жерлесіміз, иә? Бәрекелді. Иә. Келесі бейнетаспаға назар аударайық слайдқа. Айтбай Жұмағұлов, ақын. Айтыскер ақын. Айтыскер ақын. Айтбай Жұмағұлов. Айтыскер, дұрыс айтасыңдар. Қазақ жанашыры. Қазақ жанашыры, дұрыс айтасыңдар. Қарағанды облысында, иә, қазір. Тамаша. Ендеше сенесіздер ме? Бүгін бізде қонақта, біздің Zoom-ға тіркеліп отыр, біздің сабаққа қатысып отыр. Бүгінгі айтыс қазақтың төл өнері тақырыбын бірге талдауға дайын. Ендеше қарсы алыңыздар Айтбай Жұмағұлов және Дидар Камиев. Жақсы сөз жүрегіңді түрту керек. Қармақты қозғағандай қапқан балық. Демекші, игі бастама бұл. Сонымен, екі ақын желіге қосылады, алайда дауыстары жаңғырады. Ондай Zoom-да болып тұрады. Ағай, сізге сұрақ қойсақ деп едік. Ер азаматтың бойында қандай қасиеттер болу керек? Өз ер азаматтың бойында қасиет деген нағыз ер азаматтың. Біріншіден 30 секундқа жауап беруіңіз керексіз. 30 секунд. Ақыннен бұл өмірде ахау көргені көп. Алауы өлең жырдың сөнгені жоқ құлпырған қазағым-ай. Ер жігіт қандай болу ахау керек дейсің. Екі сөйлегені жігіттің дейді қазақ өлгені көп. Өлгені деп. Екі сөйлегені өлгені деп айтады қазақ. Ал айта беріңіздер. Рахмет, көп рахмет. Тағы да мынандай сұрақ қойсам деймін. Айтыссыз өміріңізді елестете аласыз ба? Ауа емес, ол су емес қой. Енді дегенмен Құдайдың берген өнері әлі де неден базардан қайтқан жоқпыз, айтысып жүрміз бұйырған. Ағай, тағы да бір сұрақ. Пандемия кезінде барымызға белгілі қашықтықтан оқып жатырмыз, иә? Енді осы қашықтықтан оқылып жатқан білімге қатысты және мынау шәкірттерге қандай ақыл кеңесіңізді берер едіңіз? 30 секунд уақытта оқушылар көрсін, нағыз айтыскер сөз қалай саптайды? Жалпы оқудың екі түрі болады. Біріншісі тапсырма берген, екіншісі өзіңнің зейініңді, зердеңді ашу үшін. Сондықтан мына Zoom жалған ғой, Zoom деген ар жағында сенің не істеп жатқанын бір Құдай біледі. Бірақ Құдай көріп тұр, Алла мені қарап тұр деген адам мұғалімді өзінде алдамайды. Сондықтан Zoom-мен болсын, қандай уақыт немен болсын, мүмкіндікпен болсын, білімді алудың ешқандай қиындығы жоқ, оқимын деген талаптанған адамға. Өйткені сендер білесіңдер, Қазақстанда тұрып, мысалы шетелге, Америкада, Лондонда, Францияда біздің балаларымыз оқуға түсіп жатыр. Өйткені олар осы өздерінің білімдерін интернет арқылы осы білімнің жаңа технологиясын меңгеріп, өздерінің мүмкіндіктерін пайдаланып жатыр. Сондықтан Zoom-ның да пайдалы жағын біз үнемді тиімді ұстауымыз керек. Өйткені мысалы осы білім арқылы мен қазір Бұқаржы ауданы Керней деген ауылда тұрмын. Сол Кернейден сендер Кернейдің ауылы, яғни жаңа Қаракесек
кернейсіздер ғой көбісі мына шет өңірінде. Сол Керней ауылынан Керней руымен байланысып жатырмыз ғой міне. Сондықтан бұл Zoom-ның да пайдалы тұсы осы. Ал қоя қойыңыз. Сіз домбыра тартып ол домбыраны адамға қарап адам тәлім алады дейді ғой. Ол үйдегі алдыңғы толқын ағаларым, әпкелерім ән айтты, домбыра тартты, соның барлығы әсер етті. Мысалы мен үйімде қазір Алланың қалауымен 4 ұлым бар да. Солардың бәрі ән айтады, бәрі жыр айтады. Бүкілін айтады. Өйткені үйде ақындар келеді, жыршылар келеді. Ұяда не көрсең соны ұшқанда соны ілесің дейді. Солар көргенді істеп жатыр да. Сондықтан домбыра тартатын адам абай айтады ғой, жақсы мінез, жақсы ата-анадан, жақсы ұстаздан, жақсы достан жұғады. Кіммен көп араласасың, содан жұғады. Әншімен дос болсаң, әнші боласың. Жаңағы жындымен жынды дос болсаң, жынды боласың. Өтірікшімен дос болсаң, өтірікші боласың. Сондықтан өнерпазбен болсаң, өрісің кең болады. Өнерлімен рахмет ағай. Мінекей құрметті менің шәкірттерім, екі бірдей тарлан бүгін біздің Zoom-да нұр үстіне нұр қонған Алланың қалауымен. Әу деп қойсаңыз, Дидар ақын. Ассалаумағалейкум, баршаңызға. Жақсы. Қалдарыңыз қалай? Жаңа біз айтпай ағамыздан ер баланың бойында қандай игі қасиет болу керек, соны білген болатынбыз. Ал сіздің топшылауыңызда қыз бала қандай болу керек? Дауысыңыз жаңғырып Ағай, айтпай ағай. Ал, енді естіліп тұр ма? Иә, енді дұрыс. Қыз бала деген ибалы, инабатты болу керек. Қыз бала ұяң болу керек. Бойына жаңағы ұятты тәрбиені сіңірген, ақылды тәрбиелі болу керек. Жақсы. Қазақ атамыз тегін айтпайды ғой, қызға 40 үйлен тыйым деп. Жақсы, рахмет. Оқыған білім мен тоқыған білімге қарасыңыз қандай? Оқыған білім, біз енді жастайымыздан осы көктен салбырап ақын болып түскен жоқпыз ғой. Жаңағы аталарымыздың айтқанын бауырында жүріп, сол кішкентайымыздан 5 жасымыздан санамызға тоқып, түйсігімізге түймелеп өстік. Содан жаман болған жоқпыз. Енді осылай жаңағы ақын болып қалыптасуымызға бәріне сол үлкендерден санамызға тоқып өскен дүниенің жемісі деп ойлаймыз. Рахмет. Тағы да тосынан қоятын тапсырмам болса ренжімейсіздер ме? Балалар импровизацияның не екенін көрсе, тапқырлықтың не екенін көрсе, нағыз ақынның бойында болатын қасиеттерді көрсе, біз сабақта айтамыз ғой, мен ақын емеспін. Ақын осындай болу керек, ақын көп оқу керек деп айтамыз. Өзара бір білім айтыс тақырыбында немесе білім деген білім тақырыбы бір шығар. Екі айтыскер әу десеңіздер. Екі-ақ жұмақтан жетеді. Кім бастайды? Мен бүгін тереңдерге бойламақпын оу. Ұйқы салып қойыңыздар. Дидарды іздесем күндіз таба алмаушы ем, Zoom-менен жолықсам деп өгай ойламаппын айым. Тамаша. Демеймін көкейінде пайда жүрсін оу. Менен айла жүрсін. Байқаймын за рулем отырсың ғой, Дидар-ау осы қазір өгай қайда жүрмін. Рахмет. Ал? Домбырасыз айта берейін, Әрине. Бәрі айсың сен, бәрі дейін, мұқаш. Отырса айтпай ағам бетім беріп, айтысып жатырмын ғой ретім келіп,
Қолымда домбырамыз болмаса да, бұл дидар айды суға бекінген. Сөйлейін, домбырам жоқ болса дағы, ұлықтаудың мұқашы секілденіп, дәй-дәри, дәй-дәри. Жақсыз ғой жақсы айтысты туындатып, жүздесу Айдекеңмен бүгін бақыт. Тайырдың дәл қасында отыр едім, болсыншы елге арнайтын жырым жақұт. Сізді де табу қиын болушы еді, отырсыз зумға кірсем зуылдатып, уай дәри, дәри. Жақсы, бәрекелді, көп рахмет. Миллион қол қайда. Шапалақтаймыз. Қаттырақ алақан соқсаңдар болмай ма? Миллион қол қайда. Қаттырақ алақан соқсаңдар болмай ма? Жақсы. Уақыттарыңызды алдым, уақыт бөлгендеріңізге көп рахмет. Нағыз жанашыр екендеріңізді таныта білдіңіздер. Ұрпақ үшін алаңдайтындарыңызды білдім, бір ауыздан келістіңіздер. Мына уақыт тапшы кезеңде сөзімді жерге тастамағандарыңызға мың алғыс. Егер де қала берем десеңіздер, болады, ал шығам десеңіздер рұқсат. 4 сатыға негізделген дамыта оқыту технологиясының шығармашылық сатысында білім алушылар өздерінің қызығушылықтарына қарай бірі жаңылтпаш құрастырса, бірі өлең оқыды, бірі хат жазса, бірі ойларын эссемен өрбітті. Сөйле тілім алаңдама тартынба, найзағайдың жарқылындай жарқылда. Ал кім дайын айта берулеріңізге болады? Қазақ тілі баста мәңгі бағын тұрса, бетте ұят ана тілі арын тұрса. Шалақ қазақ қайтыста көрсе шіркін, тіл бұрап қиналмас сем жаным мұша. Қазақша түсінбеді қалыптасқан халықтың дәстүрдің үлкен түрі. Ойын, той, ас, қыз ату, келін сүру сияқты қазақ тойларының жүйрік ат білекті палуандармен бірге айтыс ақындары да қатысып, олар айтыс арқылы той қызығын көрсетеді. Әрине, мұнда айтыстардың өз мақсаты, талабы, шарттар болады. Жұрт көпшілік. Рахмет. Келесі бала. Жаңылтпаш оқушылар бар ма? Мен айтсам одан. Бауыржан. Жаңылтпаш. Айтысты біз күнде естіп жүреміз бе, айтысты күнде көріп жүреміз бе? Қайталадыңызшы? Айтысты біз күнде естіп жүреміз бе, айтыскерді күнде көріп жүреміз бе? Айтысты күнде естіп жүреміз бе, айтыскерді күнде көріп жүреміз бе? Тамаша, бүгінгі сабағымызда өте сай келіп тұр. Малмен оқишы. Тамаша, Назар. Хат. Сәлем, мен Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының білім алушысымын. Саған айтыс туралы бірнеше мағлұмат бере аламын. Айтыс ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр. Топ алдында қолма-қол суып салып айтылатын сөз сайысы, жыр жарысы. Айтыс тұрмыс сал жырларының бастау алып келе ақындар айтысына ұласқан. Айтыста осыған орай лирикалық, эпикалық, драмалық сипаттар мол ұшырасады. Қазақ халқының ауыз әдебиетінде айтыстың бірнеше түрі бар. Бәдік айтысы, жар айтысы, жануар мен адамның айтысы сияқты айтыстар орын алған. Айтыс жанры қазақ ауыз әдебиетінің саны жағынан да ерекше орын алған. Егер де берген мағлұматтың пайдасы тисе қуаныштымын, сау бол. Жақсы, көп рахмет. Кері байланыс жасайықшы, Инабат. Назардың хатына қалай бағалар едіңіз, Назардың хатын? Өте жақсы жазылған. Мен ұсынысымды айтайын. Назар өте тапқыр ойластырған. Сіз бір ғана хатта айтыс хаттан бірнеше сипаттаманы, оның түрлерін кірістіргенсіз. Ұсыныс, сәлем, кімге сәлем жолдайсың? Соны жазу керек еді. Сәлем, Ақбота, қалың қалай, менің қалым жақсы, сол жерде кішкене хаттың формасы, хаттың құрылымы өзгерген сияқты, соған назар аударсаң, келесі жолы Назар. Сосын ең соңында сау бол, және күнін жазатын болатынбыз біз хатта. Бірақ сонда ерекше әсерлі шықты. Тамаша, рахмет көп. Сонымен бүгінгі сабақты қорытындылайық. Оларыңызбен бөліссеңіздер. Кім айтам дейді, Назар?
Мен бүгінгі сабақтан айтыстың түрлерімен және айтыс туралы бірнеше мағлұмат білдім. Рүстер Хамиевпен және басқа да айтыскерлермен таныстым. Айтбай Жұмағұловпен кездестік, иә? Мақсат қазақтың төл өнерін насихаттау болды. Шынымен де импровизаторлардың бар екені, сөз құдіретті екені, бес өнердің ішінде ең асқағы осы сөз өнері екенін дәлелдегім келді. Енді сабағымыз өте жақсы тартымды болды, ең тосын сый. Біздерде ол өзіміз сабағында бізде мұғалімнің сыйы деп аталады. Бұл мен өзім ойлаймын өте жақсы керемет әдіс, себебі әр бала бүгінгі сабақта мұғалім не ұсынады екен бізге де осындай қызықты сондай қызығушылықпен келеді деп ойлаймын. Сабағымыздың тақырыбы енді айтыс қазақтың төл өнері деп сондай жақсы тақырып. Рас балаларға айтыс өнері жайлы ақпарат бере отырып, сіз айтыс не екенін қалай туындайды, жалпы айтыс не екенін қалай туындайды екен, осы сауалға балалар жауабын алды деп есептеймін. Нағыз мені функционалды сауаттылықтың осы мақсаттың осы үлкен не ғой, бағдарлама ғой, жүзеге асқан бір тармағы деп білемін. Шынымен білім мен тәжірибе ұштасқан сабақ. Рахмет сабағыңызға. Өзімізде қуанып тамаша оқып қалдық. Рахмет. Банаманы. Айгерім жаңа мен басынан сабағыңызға қатыстым. Сабағыңыздың мақсаты орындалды. Тірек сөздеріңіздің өзі сол мақсатқа орай болды. Және мынау жаңа әріптестерім айтып кеткен ұсыныстарына, талдауларына қосылам. Бірақ функционалдық сауаттылық дамытуға байланысты Jamboard арқылы сіз тақтаға арқылы бөліп, бірақ балаларға сұрақ сапалы қойылды, нақты болды. Және ортасынан қосылған Айтбай ағайдың өзде арқасы қозып, бір домбырасын ұстап, домбырасын көрсетіп, бір сабаққа бір жаңа серпін сыйлады. Сол беспальканың дамыта оқыту сатысын пайдаландыңыз. Өте жүйелі сабақ болды. Ең бастысы сабақтан әсер алдық. Өте әсерлі болды. Екі айтыскер ақынның айтысынан да ләззат алдық. Қуанып қалдық бір айтыста отырғандай болып. Бұл жерде мен байқағаным, мұғалімнің шеберлігін байқадым, сіздің шеберлігіңізді, кез келген тығырықтан шыға алатыныңызды байқадым. Осы жерде АКТ-ны жақсы меңгергеніңізді байқалдым. Сабағыңызда мәңгілік ел құндылығы жүзеге асты. Оқушы мен мұғалімнің арасында кері байланыс болды. Сабақтың соңынан да, сабақтың ортасында да кері байланыстар болып отырды. Ұнады? Өте жақсы. Осы бетіңізден таймай, бұдан да жақсы үздік сабақтарды өткізе беріңіз. Сонымен не қорыттық? Бұндай сабақтар оқушыны ашады, қашықтықтан оқытуға деген ата-ананың наразылығын басады. Ең бастысы білім асып тасады. Мәселені мақұлмен емес, ақылмен шешейік, ой елегінен дұрыс зерделейік. Сіздермен бірге болған мен, Әйгерім Дәулетиярқызы.